Қашан соңғы рет бастарыңыз қосылды? Мен балдарыма қашан Мухан туғаныңды өттім тойында. Тойда ғой негізі осыны тойда қосыламыз. Именно біреу той жасайтын кезде ғой. Мен, например, Колобок, мен Алматыдан барамыз, сол кезде бәріміз жинала қаламыз да. И сосын біздің отырыс никогда серьезно өтпеген. Тек кездессек болды. Біреуді ортаға алып аламыз да. Тек басына шумен. деп болды. Екінші сұрақ қандай? Неге соңғы кездері вообще шықпай кеттіңіздер Тараз екеуімен? Барлығы шығады, сіздердің екеуіңізден басқа. Колобок өз контент, өз шаруаларымен кетті. Сіз енді тұңғыш астан, болашақ демешіңіз болашақ кезінен шықпай кеттіңіз ғой? Иә. Одан кейін вообще болған жақсы ғой Тараз 2000-де. Сол 2013-те шығарсыз, 12-де соңғы рет. Одан кейін ойнаған жоқпыз ғой. 14-те ма 15-те ма шықтық, одан кейін жоқ. Одан кейін уже Тараз 2000-нің 20 жылдығына сен келе алмай қалдың. Бір болған келу керек едің, келе алмай қалды. Сол кезде мен шықтым. Соңғы рет осы Тараз 2000-нің 20 жылдығында концертте шықтым, ойын ретінде мен не помню. Ал сіз? Ол сол 14-тен кейін жоқ шығар. Жоқ, 14-тен кейін жоқ болған мен. Мен өтірік айтқым келіп тұрған жоқ. Сонда өздеріңізге ұсыныстар түспей ма, или өздеріңіз отказ бересіздер ме? Жоқ, қазір Арман мысалы айта ма? Ұсыныс түсіп тұрған жоқ, қазір ешқандай. Арман, Олжас, Боря. Ол кісілер тоқтамай қайда кубок бар бара береді ғой мысалы. Арман КВН жақсы көреді. Иә. Арман жайды Арманмен, футбол қалай, КВН солай. Ол содан жаны рахаттанады. Менде лучше Инстаграмдағы аудитория фокусты сол жақта. Сол жақтан мен кайфовать етем. Мысалы Арманға ондай ұнамайтын шығар, бағанағыдай. Мен мысалы семьямен контент түсіріп, сценарий жазып, оны монтаждап, салып, просмотрмен, лайк, комментарий болса, сол маған жетеді деймін да. Сізге сол қол шапалақ сияқты. Ол оған сахнаға шығып выступать еткен ұнайды.